Беркел бері. Алихан, аяла. Айттым мен сендерге, адам жейтін нәрсе алыңдар деп ше. Болмайтын китайский заттарды аласыңдар да, енді не болды ал енді? Тістерің... Мен сендерге айтам ғой, пицца, сондай жейтін нәрселер алып, пирожки алыңдар деп. Не болды ал енді, Алихан? Ананы сатамыз, вампирдің тұстат, вампир ананы жейтін білгенге соны аламыз, түсінде осындай кетті. Аяла, сенікі де сондай ма? О, Ужас, достар. Алихан мен Аяланың аузында тістері осындай болып кетті. Ужас. Хорошо, что тоти жемеген, тотидің тісі сау. Енді қазір Алихан, бұны қалай емдейтінін мен білмеймін. Қазір злой доктор шақырам. То есть мен звондап қойдым уже злой докторға ше. Злой доктор келеді қазір. Екеуінде тісі вампир тіс болып кеткен ғой. Ужас. Ема, достар, қараңыздар. Тістері вампир тіс болып кеткен екеуі. Тамақ іше алмайды, су іше алмайды ше. Не істейтінін білмеймін ше. Қазір злой докторға звондап қойдым енді. Қазір злой доктормен келісіп сөйлесіп қойдым да. Келеді енді қазір үйге, мақұл ма? Сол кісі келіп көріп береді тістеріңді не болып кеткен, мақұл? Кән, аял, көрсетші тісіңді. Қалай тамақ жейсің енді бұмен, Алихан, сен ше? Шыққым қазір қалай шығамын мен? Соны айтсай ше. Ана злой доктор келді ау деймін, мен звондап қойғам жаңа ше. Тоти барып көріп келші. Сәл шыдаңдар енді, сол кісі көмектеседі енді сендерге, мақұл ма? Вампирдің тісі болып кетті ғой сендердікі. Ужас. Білмеймін ғой енді, сол кісі емдейді енді сендерді, қазір келе жатыр уже. Злой доктор келіп тұр ма? Салмасыз ба? Сіздер ма шақырған? Мен ғой шақырған сізді. Жаңа телефонмен сөйлескен сіз ғой, кіріңізші бері. Сосын айтайын, кіргеннен кейін айтайын. Мен мына екі балама, ақша берген ғой мектептегі өздерің қалаған заттарыңды алып жейсіңдер деп. Сөйтсем екеуі китайский зат алып жеген. Мектептен енді екеуі отыр, екеуіне де вампир тістер шығып кеткен ғой. Қарасаңызшы, доктор екеуінің аузын. Қараңызшы, су іше алмайды, тамақ жей алмайды, сабақтан келгелі бері естіп отыр. Вампирдің тісі бар, таблет, витамин жеген ғой олар. Сондай жеген ғой. Ешқандай доктор тамақ етеді. Оны жейтін болса аузынан вампир тіс шығып кетеді ғой. Соны екеуі түсінбеген ғой, екі ақымақ, қарасаңызшы. Енді сөйлей алмайды ғой олар. Мешет беріп жатыр ма сөйлегенде? Сөйлеші кәне. Ана жеңдер тағы да алып сондай китайский нәрсені жеңдер. Балдар сендерге айтамын, китайский нәрсе жемеңдер вообще. Соны айтсаңызшы, екеуі осындай алып жегенде қараңыз енді. Қашан шықты, жаңа шықты ма тіс? Сабақтан келгелі бері екеуі өйстіп отыр, су іше алмайды, тамақ жей алмайды. Ауырып отыр ғой енді, ауырғаннан кейін. Не істейсіз? Жұламыз, басқа вариант жоқ, тісті жұламыз. Болды. Жұламыз дейді Алихан. Тек қана жұламыз, оны жұлмаса болмайды, оны жұлмаса сөйлемейді бұл. Тістерін жұламыз екеуі. Айтпесе сөйлей алмайсыңдар сендер. Нелерің бар жеп екеуінің? Жұлдыратын болса жұлайық, жұлмаса мен кетейін, мен уақытым көп, жоқ той. Жұмысым көп мен. Енді екеуін жұлсаңызшы енді. Біреу Алихан, біреу Аяла. Алихан, Аяла, бергесей маған қара. Аяла, бергел. Кел, бұл кісінің уақыты жоқ екен. Тістеріңді жұлмасаң, тамақ жей алмайсыңдар, сөйлей алмайсыңдар. Деп қаласыңдар, көрдің ба? Сөйлей алмайсың ба? Мен тістерімді жұламын мен. Енді кішкене ауырмайды, укол салам, ауырмайтын бұл жұламын мен. Емес. Онда жүре беріңдер, әркімде мазақ көп, классында балдар, қыздардар мазақ болып, өсесе деп. Короче, мамасына тістерімді жұламыз, басқа вариант жоқ. Енді демендерсіңдер, айтпаса сөйлемей қаласыңдар қазір. Енді жұлыңыз енді, амал жоқ, басқа вариант жоқ қой. Екеуі ештеңе жеген жоқ. Ауырмайды, байқамай қалам, жұлып тастамаса сондай болады. Шығып кеткен ғой ма тістерін жұлып тастау керек қой. Мен қазір бүйтемін. Укол саламын да қазір сендерге. Ауырмайды одан кейін, мақұл ма? Кел, Алихан, бер. Алихан, сенен бастайын, Бірінші укол салып аласыз ба? Бірінші укол салып аламын. Салыңыз енді. Ештеңе қылмайды, сәл ауырады да, кейін жұлған кезде ауырмайды. Қолына сала бересіз ба? Жоқ, жамбасына саламын ғой. Салыңыз енді.
Сендерде басқа вариант жоқ. Жұлдырмаса осындай болады сендердікі қазір. Сөйлей алмай жүресіңдер. Әркімге мазақтайды одан кейін. Укол салам ауырмайды одан кейін. Кел, Алихан саған салам. Бер кел. Салыңыз енді, салып жұлып тастамасаңыз болмайды. Бер кел бері. Алихан сен дәу болып қалғансың ғой енді. Болмаса мен кетемін онда мыналарға жұлдырмайтын болсын. Неге шақырдың мені? Енді айтқанын тыңдасаңдаршы, сендер тамақ та ішемей жатсыңдар, су да ішемей жатсыңдар. Алихан бол енді, сен үлкен болып қалғансың ғой. Укол саламын да одан кейін ауырмайды жұлған кезде. Бер кел. Ұстап алсаңызшы. Ұстап алып салыңызшы, ұстап алып салыңыз. Бер кел. Ұстап тұрып салып алыңыз. Салдырмай ма? Қашпасын, салдырмай ма? Алихан, бұдан кейін ше, сен салдырмасаң, тісіңді жұлдырмасаң, мен саған ақша бермеймін, вообще бермеймін бұдан кейін. Укол салғаннан кейін ауырмайды. Мен Зоя докторды ақша төлеп шақырдым ғой, білесің бе, сендер тамақ іше алмай жатқаннан кейін. Енді сен үлкен болып қалғансың ғой. Сәл ауырады да, одан кейін тісін жұлған кезде ауырмайды, байқамай қаласың. Давай. Еркексің ғой, шыда. Давай. Аяла қорқып тұр ғой доктор. Ауырған жоқ па? Алихан, айтшы, ауырды ма, ауырмады ма? Ауырмады. Енді берге, ерге жат сен. Берге жат. Жастыққа жат былай. Тісін жұласыз ғой енді, не? Жұлап, дұрыстап жат былай. Былайынан жатса енді Алихан. Былай жат. Давай, аузыңды аш. Мәмен жұлған кезде ауырмайды. Аш аузыңды, ha? Аш аузыңды. Аузыңды аш. Ашсай. Ашсай аузыңды. Ашсай. Істей алмай отырмын ғой, ашсай. Аш. Ашсай. Аузыңды ашсай кішкене. Сарақ қал, аузыңды аш кішкене. Ауыртпай жылыңызшы енді, доктор. Ауыртқан жоқ қой. Ауырбатқан жоқ па, Алихан? Әлі. Міне, жұлып алдым тістерін. Көрдің бе, өзің тісің қалды. Көзет жеген мамаңа. Міне, мама кетті. Кетті ма? Сөйлем отыр. О, жақсы болды, жақсы болды. Сөйлеп отқан жерім, мен су ішіп келем. Бар, ішке бар соңында. Қанша уақыттан бері қарасаңызшы, қанша уақыттан бері тамақ ішкен жоқ, су ішкен жоқ. Бар бет жұлып алдым, шығып келдім. Жұлып тастайын ба сен кім? Сен де алдырып тастай енді, Аяла. Болмайды алдырып тастамасаң. Айла, ауырмайды. Екі минут кетіп қалды ғой, ауырмайды, жұлып тастады. Алдырып таста, Аяла. Мектепке барған кезде вообще мазақтайтын болады ғой. Зоя доктор қайта-қайта келе бермейді енді бізге. Алихан сияқты рахат болып қаласың, Алихан, иә? Алихан рахат болып қалды, қарасай. Міне. Енді Ауырмайды? неқа отыра ғой кел. Жат берге. Ауырмайды. Жұлып тастайын. Аузыңды аш. Аш аузыңды аш, тарта. Аузыңды аш. Аш аузыңды. Ашты аузыңды. Ауыртпай алыңызшы, доктор. Тарта. Аузыңды аштай. Аузыңды аштай. Аузыңды аштай. Әне. Міне. Жұлып алдым. Бар беттерін жұлып алдым. Достар, прикиньте, мынандай тіс шығып кеткен ғой екеуіне. Енді ше? Енді жемеңдер ана витаминді. Бар бетін суреті бар. Айла, сөйлеші. Мама деп отыр. Қарашы, әдемі өзінің тістері орында тұр екен, иә? Мына екі тіс ше? Екеуі жаман қиналды ғой, доктор, сенесіз ба? Мусорға тастай саламын өзім. Иә. Өзіңізбен бірге алып кете салыңыз, иә? Мына тістерімді мен мусор тастап жүремін. Енді ана магазиндегі ана бандеттің нелері бар, витаминді жемеңдер. Болды енді алмаймыз, кешіріңіз. Кешірім сұраман мені, мамаңнан кешірім сұра. Менен сұраңдар, кешірім сендер. Болды, кешіріңіз, алмаймыз. Сізге рахмет. Мен ана тастап жүремін мусорға. Кетті, мен жемеңдер енді, мақма? О, жақсы болды ғой, рахмет сізге, доктор. Енді балдарыңа андай витамин жеме деп айтса енді пицца сондай жесін да. Айтам ғой мен постоянно айтам ғой. Енді бұл бала болған екен түсінбейді ғой олар, доктор. Бопты, мақұл, абайдандар. Иә, жақсы, рахмет сізге, доктор.